Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясы Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданында орналасқан әлемдегі ең ірі мұнай және газ конденсаты кен орындарының бірін игеріп келеді. 2020 жылы жоба тұрақты сұйық көмірсутектерді, экспортқа шығарылатын шикі газды және отын ретінде пайдаланылатын тазартылған газды қосалғанда 144 миллионға жуық баррель өнім өндірді. Күні бүгінге дейін Қарашығанақтың серіктестері кен орнын игеруге 27 миллиард ақш долларынан астам қаражат салған. Әлеуметтік жауапты компания болғандықтан КПО Қарашығанақтың мүмкіндігін жергілікті тұрғындар үшін тиімді пайдалануға тырысады. Осы мақсатта компания өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын жетілдіретін, жергілікті халық тұрмысын жақсартып, сапасын арттыра түсетін ірі жобаларды жүзеге асырады. Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішін игеру барысында бөлінген 427 миллион ақш долларына Батыс Қазақстан облысында жүздеген шақырым жол, су және газ желілері, ондаған мектеп, ауруханалар, спорт кешендері мен мәдениет үйлер салынды. КПО өз қызметін өнімді бөлу туралы түпкілікті келісім шеңберінде жүргізеді. 1998-2009 жылдар аралығында әлеуметтік жобаларға жыл сайын 10 миллион ақш доллары бөлініп келді. Осының арқасында атқарушы органдар тозығы жеткен жылу жүйесін қалпына келтіріп, су мен жабдықтау мен кәріз жүйесінің ескірген желілерін ауыстырып, Ақсай қаласы мен Бөрлі ауданының ауылдарындағы жолдарды жөндей алды. Бүгінгі күні әлеуметтік инвестиция көлемі 30 миллион долларға дейін өсті. Яғни бұдан да көп жұмыс атқаруға нақты мүмкіндік туып отыр. Ал қазіргі таңда Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің бастамасымен қолға алынған шетелдік инвестицияларды тарту саясаты өзін өзі ақтады деп зор сеніммен айтуға болады. Бүгінде кен орында әлемдік ірі кәсіпорындар және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы жұмыс жасайды. Осындай жобалардың арқасында Қазақстан халқы бейінді мамандық иеленіп, өз біліктілігін тұрақты жетілдіру мүмкіндігіне ие болып, халықаралық деңгейге қол жеткізіп отыр. Қарашығанақ консорциумы өңіріміздегі ең ірі кәсіпорын және салық төлеуші болып саналады. Сол себепті оның қалыпты жұмыс жасауы біз үшін өте маңызды. Коронавирустық инфекцияның таралуы жағдайды қиындатқанына қарамастан, КПО 2020 жылы аймақтың әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту бойынша өз міндеттемелерін толығымен орындады. Жазда Орал қаласындағы облыстық клиникалық аурухананың аумағында орналасқан нөмірі 7-ші емхананың ғимараты күрделі жөнделді. Төбесі жаңартылды, қабырғалары жылу сақтайтын материалмен қапталды, есік терезелері, су құбырлары, жылу және сумен жабдықтау жүйесі толығымен ауыстырылды. Осы жоба аяқталғаннан кейін емхана өкпені жасанды желдету қондырғыларын сатып алды. Бүгінде емхана жұқпалы аурумен ауыратын 146 науқасты қабылдай алады. Өзіңіз білетіндей, КПО компаниясы құрылыс жұмыстарын қатаң қадағалайды. Мүмкіндік барынша жобалау жұмыстарына қатысып, және материалдар мен жабдықтарды таңдауға бақылаймыз. Әрине, қауіпсіздік пен жұмыс сапасы ол бірінші мәселе болып табылады. Сондықтан біз мердігер таңдауына үлкен жауапкершілікпен қарап, және өздерінің кәсіби шеберлігін, жұмысына адалдығын және қызметіне жауапкершілігін дәлелдеген ұйымдармен ғана серіктестік қарым-қатынас орнатамыз. Жобаларымызға біз жергілікті компаниялар ғана тартып, қолданатын барлық құрылыс өнімдері ел аумағында өндіріледі. Өткен жылы КПО компаниясының тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен қамтамасыз ету жергілікті қамту үлесі 59%-дан асты. Сол жазда облыс үшін маңызды жобалардың бірі Оралдағы көлік жол өтпесі пайдалануға берілді. Апаттық күйде болған өтпе жол КПО қаражатына қайта салынды. Ұзындығы 988 метр жол өтпесі қала орталығын жаңа шағын аудандармен байланыстырады. Осындай заманауи, барлық нормативтік талаптарға сәйкес келетін әрі жаңа жоба екі бағытта үздіксіз және қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз етеді. Строительство путепровода в районе... Мұнай базасы ауданындағы көпірді мерзімнен бұрын сапалы етіп салып бітірдік. Нысанның теміржол рельстерінің үстінен өтуі де жұмысымызға айтарлықтай қиындықтар туғызды. Ауыр конструкциямен жұмыс істеуге тура келді. Ауыр техника да пайдаланылды. Бірақ барлық жұмыс уақытында орындалды. Нысан құрылысы уақытынан бұрын аяқталса да сапалы салынды және халыққа ұзақ жыл қызмет етеді деген ойдамын. Долгие года. Оралдағы эстетикалық мектеп-гимназияда жаңа оқу жылында жаңа ғимаратқа көшті. 30 жыл бойы оқушылар мен мұғалімдер бұрынғы балабақша ғимаратын паналауға
мәжбүр болған еді. Енді балалар ауданы 4,500 шаршы метр болатын 3 қабатты кешенде білім алады. Оқу блогында 48 аудитория, акт залы, спорт зал, зертханалар, шеберханалар және үлкен асхана бар. Инвесторлар жиһаз, компьютер және оқулықтар сатып алуға қаржы бөлді. Балалар күні бойына мектепте оқумен қатар шығармашылықпен және спортпен де алаңсыз айналыса алады. Гимназия эстетического направления. Бұл гимназия Қазақстандағы эстетикалық тәрбие беретін жалғыз мектеп. Қазір мұнда балалар ағылшын, биология, география және гуманитарлық пәндер бойынша білім алуда. Бұрын біз балабақша ғимаратындағы мектепте 3 ауысыммен жұмыс істедік. Асхана, акт залы, жаттығу залына қажетті бөлмелерді қайта бейімдеп, мұның қолайсыздық туғызғанын да атап өткім келеді. Ал бүгінде 389 оқушы кезекші топтардағы 25 кезекші сыныпта оқып жатыр. Биыл мектепте қазақ тілінде сабақ беретін сыныптар ашылатынын да атап өткім келеді. С обучением на казахском языке. Шалғайдағы Сайқын және Жаңғала аудандарының халқы үшін КПО, футбол, волейбол, күрес және бокс пен баскетбол сияқты спорт түрлерімен айналысатын залдары, спорт жабдықтары бар заманауи дене шынықтыру сауықтыру орталықтарын салды. Бұл орынжайлар мүмкіндігі шектеулі жандарға да ыңғайлы. КПО-ның облыс аумағында салып жатқан 10 спорттық сауықтыру орталықтарының екеуі осында орналасқан. Өте қуаныштымыз. Жаңақала ауданында осындай 160 орындық бұқаралық спорт және аудан спортын дамытуға үлкен үлес қосылып, осындай зал салынып қуаныштымыз. Спортсмендердің арасынан да қуанышым шексіз. Енді алдағы уақытта осындай ауданымыздың намысын қорғайтын, үлкен биіктікке шығатын спортшылар дайындауға, одан әрі үлкен жеңістерге жетуге сенім білдірем. Биыл Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 30 жыл толады. Осы мерейтойдың құрметіне компания облыстың 7 ауданында спорттық сауықтыру орталықтарының құрылысын аяқтауды жоспарлап отыр. Осылайша облыстың барлық 12 ауданының орталығы қамтылатын болады. Алдағы наурыз айында Теректі және Казталов аудандарындағы спорт кешендері жас спортшыларға есігін айқара ашады. Қалғаны 1 жылдың ішінде тапсырылады. 4-ші тоқсанда Оралда 2-9 қабатты үй мен заманауи көп бейінді мәдени орталықтың құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Бұл компанияның аймақтағы өмір сапасын және жергілікті халықтың әл-ауқатын жақсартуды көздеген жоспарының бір бөлігі ғана. Осылайша 20 жылдан астам уақытқа созылған саяхатымыз артта қалды. Сол кезден бері КПО басшылығы батыс қазақстандықтардың мүдделері мен қажеттіліктеріне көңіл бөліп келеді. Өзінің қағидаларына адалдық танытқан компания Батыс Қазақстан облысы мен Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық даму мүдделері үшін елдің уәкілетті органдарымен серіктестік пен ынтымақтастықты нығайта бермек.